Енді мынандай мәселе бар бауырым. Жаңағыдай сұрақ қойылып жатыр. Бір қыз баламен әзілдесіп, егер сен келіссең, мен сенімен некелесіп, отау құратын едім, әттең келіспей жатсың ғой деп әзілдесіп, осындай жасауға бола ма дейді. Жауабы болмайды. Неге? Өйткені мынау үш мәселе бар. Оның әзілі де шын, шыны да шын деген хадис бар. Сол үш мәселенің бірі осы некені айтқан. Қыз, әрине сен ұсыныс айтсаң, мен разымын, болды, саған тұрмысқа шығамын деп айтып жіберсе жерден, араларында некеге жүру уәжіп болады, жігітке алу уәжіп болады ана қыз баланы. Ол әзілдесуге болмайды. Жоқ, мен ойнап айтқан едім, ондай ойымда жоқ еді, жай айтқан едім, мен ақталмай енді. Ондай сөз аузынан шықпасын. Сол үшін қыз бала ол анау мәшине базардағы тұрған мәшине емес, ананы бір көріп кетіп, мынаны бір көріп кетіп, ананы көрейін, тағы басқасын көре берейін дейтін тема емес ол. Шариғат рұқсат бермейді. Кез келген қыз баланың сыртынан, анау жақтан келе жатқаннан көзіңмен күтіп алып, мына жаққа шығарып салып отыруға болмайды, көшеге отырып алып, өткен кеткен қыздарға қарап отырып. Олай болмайды. Оның бәрі харам болады. Бірақ қарауға рұқсат ететін жігітке де қызға кезең, екеуі де үйленем деп тұрған жаста тұр. Екеуі де сондай ниетпен жүр. Міне Құдай қаласа енді Алла сәтін салса, міне отбасы құрайын деген ниетім бар еді. Соған қыз қарап жатқан едім десе, шариғат сол жігітке ғана рұқсат береді. Сол жасқа келіп тұрмысқа шығамын деп тұрған қызға ғана рұқсат береді. Жігітпен байланысып, кездесуге шақырса жарайды деп, анау подружкасын ба ертіп алып, інісін ба барып кездесуге бар. Соған ғана рұқсат береді.